Барлықтарына салам, сіздермен Костик. Достар, бүгінгі видеода біз деген Нұрлан Қаламовтың ютубтан қанша табатынын айтатын боламыз. Нұрлан Қаламовтың 2 каналы бар, мен деген 1 каналын айтатын боламын. Мен айтпай тұрмай, бастамай тұрып, сендер каналға подписаться, лайк басып, колокольчик басып қойыңдар. Өйткені бұндай қызықты видеолар мен күн сайын 2 видеодан шығарып отырамын. Так что сендер лайк басып, колокольчикті басып отырыңдар, күнде жаңа менің видеомды қарап отырыңдар. Нұрлан Қаламов 2 каналынан, бірақ біз бір каналын ғана зерттейміз, қанша табатынын айтамыз. Так что бұл қазіргі осы Нұрлан Қаламов деген 300 000 подписчигі бардан қанша табатынын айтатын боламыз. Міне соңғы видеолардан тапқан ақшасы мынау суретте $158 минимум алған. Соңғы бір видеосынан осы айдың 5-інде шыққан видеодан $158 алған. Ал $158 дегеніміз мынанша ақша. Ол видеодан әр видеодан 80 000 теңгедей алып отыр. Кстати, бағана 0 теңге деп, $0 деп тұрғандар, оларда монетизация өшіп тұрған видеолар, точнее олардан ақша түспейді. Ал арасында осындай ақша шығып тұрған видеолардан алып отырады ол. Достар, енді бұның біз айлық доходын қарайық. Бір видеодан алғанын көрдік. Айына как минимум $2400 алады екен. $2400 дегеніміз бізде қанша? Айына $12 миллион 12 миллион теңге алады екен. Минимум есептедік. Так что в среднем айтпай қойық, минимуммен, чисто минимум шығарайық. Айына 12 миллион теңге алады. Прикиньте, достар, 12 миллион. Ойлап көрсеңдер, өздерің қанша теңге бұл деген дейма. Так, онда біз айлығын шығарсақ, онда жылдық ақшасын көрейік, жылдына қанша шығарады екен Нұрлан Қаламов. Жылына $28,600 табады екен. $28,600 дегеніміз Нұрлан Қаламов жылына 14 миллион 505 мың теңге алады екен. Ол деген, жылына нормально былай. Осымен видеомды аяқтаймын. В среднем деген есептемедім, мен бүгін чистыларын айттым, минимумдарын. Нұрлан Қаламовтың 2-ші каналында айтатын боламыз скоро. Так что каналға жазылайық, подписаться етейік, лайк басайық. Скоро Асиктің де қанша табатынын айтатын боламыз. Так что видеоларды жіберіп алмайық. Сіздермен болған Костик, давайте.